Ассалаумағалейкум достар. Бүгін сіздерге ұйқы безінің ауруы және оны емдеу жолдар туралы айтатын боламыз. Видеоны көрмес бұрын каналға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Ұйқы безі ауруларының асқынуын тудыруы мүмкін бірнеше фактор бар. Біркелкі тағам, фастфуд пен майлы тағамдарды жиі тұтыну, алкогольді ішімдікті шамадан көп мөлшерде ішу, темекі шегу, кейбір дәрі-дәрмекті бақылаусыз қабылдау, ішке қабылдайтын концентративтер, антибиотиктер, зәр айдау құралдары, паразит зақымдауы. Созылмалы панкреатиттің 60-70% алкогольге байланысты туындайды. Ал темекі шегу алкогольдің ұйқы безіне кері әсерін күшейтеді және аурудың асқыну қаупін арттырады. Егер ұйқы безінің қатерлі ісігі туралы айтатын болсақ, онда шамамен ауру анықталған жағдайдың 10%-інде ауру тұқым қуалайтын бейімділікке байланысты болса, 90% қант диабеті, созылмалы панкреатит, темекі шегу, витаминнің жетіспеушілігі сияқты басқа факторларға байланысты дамиды. Онкологиялық аурулардың ішінде ұйқы безінің бұзылуы ағзадағы басқа да аса маңызды органдардың жұмысын тежейді. Ең қиыны, науқас дер кезінде дәрігерге қаралып, жіті медициналық тексеруден өтпесе, ұйқы безінде ісік пайда болуы ықтимал. Егер науқас оны да елемей, бейқам жүрер болса, ұйқы безіндегі ісіктің көлемі ұлғая береді. Дәрігерлердің айтуынша, ұйқы безі ауруларының жедел және созылмалы екі түрі болады екен. Ұйқы безі жолының шабылуынан панкреонекроз пайда болады. Кейін науқас панкреатитке қарсы ем алған соң біртіндеп созылмалы түрге ауысады. Аурудың созылмалы түрге ауысуына бірнеше себеп бар. Алдымен 12 елі ішек инфекциялары өт жолдарына, ұйқы без жолдарына түсіп, қабынуға әкеледі. Диетаның бұзылуы, шылым шегу, алкогольді ішімдікке әуестік және дәрігердің нұсқауынсыз дәрі-дәрмекті ішкеннен панкреатит пайда болуы мүмкін. Ұйқы безінің сөлі түтіктен толық шықпағаннан қысым басталады. Содан өт жолдарының жіңішке түтігі ұлғайып, қатая бастайды. Одан әрі қант диабеті пайда болады. Түсініктірек болу үшін кейін шегініп, ұйқы безінің ағзадағы қызметі жайында аз-кем айтсақ. Ұйқы безі ағзада бөлінген сөлдің өт жолдарымен қосылып, 12 елі ішекке түсіп, астың қорытылуына әсер ете отырып, өт жолдарымен бірге адыратып жіберуге араласады. Осы үдерісте ағза құнарлы дәрумендерді сіңіреді. Сонымен қатар, ұйқы безі қаннан бөлінетін глюкозаны бір деңгейде ұстап тұрады. Қысқасы, ұйқы безі ағзадағы кішігірім зауыт секілді. Ұйқы безі ісігі қаншалықты қауіпті? Ұйқы безі ауруы асқынуынан қатерлі ісік пайда болуы мүмкін екенін айттық. Алайда, ұйқы безіндегі қатерлі ісік нақты мынадай себептермен пайда болады деген нақты түсінік жоқ. Ресми деректерге сүйенсек, елде жылына 1200-ге жуық адамнан ұйқы безінің қатерлі ісігі анықталады. Оның ішінде науқастардың шамамен 20%-ның ғана ахуалы операция жасауға келсе, ауруы асқынған 80% науқас басқа ем шара қабылдайды. Яғни, ісіктің тамырларға тарап, метастаздың пайда болуына байланысты операция жасалмайды. Ұйқы безінің ісігі бауырға, басқа да органдарға әсер еткен соң, кейде диагнозы дәл қоюда қиын. Ісік ерте анықталған күннің өзінде оны операция арқылы алып тастауды құп көретін науқастармен қоса, керісінше қарсылық білдіретіндер де жоқ емес көрінеді. Ал қатерлі ісігі асқынған науқастар қанша жерден операция жасауды өтінгенімен амал жоқ, операция жасалмайды. Олар химиотерапиядан өтіп, симптоматикалық емін алып отырады. Ұйқы безінің қатерлі ісігі іш құрылысындағы басқа да ағзаларға ісікке қарағанда тез дамиды, әрі өте агрессивті болып келеді екен. Тағы бір әлемдік статистикаға көз жүгіртсек, ұйқы безі абырына шалдыққандардың 5 жылға дейін өмір сүру көрсеткіші 10% деседі. Бұл дегеніңіз, мәселен 100 адамның ұйқы без ісігі анықталса, соның ішінде шамамен
10 адамның өмірі 5 жылдан асады деген сөз. Ол 10 адам әрине қатерлі ісікті ерте анықтап, уақытылы операция жасатқандар, дәрігердің нұсқауын екі етпей күтінгендер. Ал ағзасы операция жасауға келмейтін науқастар әдетте жыл ішінде бақилық болады. Ұйқы безі анатомиялық араласуына қарай бір бөлігі іш құрылысына байланысып жатыр. Тарқатып айтсақ, ұйқы безі көк тамыр, жоғары артерия, сосын 12 келешекпен қатар көкбауырға баратын тамырлармен байланысады. Ұйқы безінің бір мезгілде эндокриндік функциясы атқаруы, яғни инсулин мен глюкоген гормондарын шығаруы оның бірегейлігі болып табылады. Инсулин глюкозаны жасушалар мен тіндерге тасымалдауға көмектеседі. Мұнда ол энергия көзіне айналады және осылайша оның қандағы деңгейін төмендетеді. Инсулин антогенезі, глюкоген керісінше әрекет етіп, қандағы глюкоза деңгейін арттырады. Бұл гормондардың бірлескен жұмысы ағзадағы глюкозаның қалыпты концентрациясын сақтауға мүмкіндік береді. Мамандардың пікірінше, ұйқы безі ауырған адам гастроэнтеролог дәрігермен кеңесуі керек. Дәрі-дәрмекті, соның ішінде ауырсынуды басатын дәрілерді өз бетіңізше қабылдауға болмайды. Емдеудің халық арасына таралған әдістерін қолданбау керек. Себебі бұл аурудың асқынуын арттыруы мүмкін. Аурудың алғашқы белгілері кезінде, әсіресе ауырсыну синдромы пайда болса, дереу дәрігерге жүгіну керек. Құрметті достар, видео ұнаса, пайдалы болса, каналға жазылып, лайк баса кетіңіздер.